Ауданда ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың шығармашылығын қолдауға бағытталған жүректен жүрекке атты қайырымдылық жәрмеңкесі өтті. Іс-шара барысында балалардың қолөнер бұйымдары, суреттері мен ашықхаттары көпшілік назарына ұсынылған. Жәрмеңкенің басты мақсаты балалардың еңбегін насихаттап, олардың қоғамға бейімделуіне қолдау көрсету. Ал орталықтың көмегіне жүгінгендер қандай нәтижеге жетіп жатыр? Әріптес айтсын. Жәрмеңке жүректен жүрекке деп бекер аталмапты. Балалардың қолымен жасалған бұйымдарды жүрегінде жылуы бар жандар сатып алып қолдау көрсетеді. Мұндағы мамандардың көздегені балалардың шығармашылығы мен өмірге деген қызығушылығын көпшілікке таныстыру дейді мекеме басшысы. Енді бүгін көрермендер, осы жәрмеңкенің көрермендер біздің балалардың бұйымдарын дұрыс деңгейде бағалайды деп сенемін. Өйткені бұл жерде ашықхаттары бар, суреттері бар, әртүрлі өрнектермен, әртүрлі стильде жасалған туындылар бар. Соның бәрін жоғары баға береді деген ойдамын, сатылымыз дұрыс болады деген ойдамын. Аталған оңалту орталығында 30 бала қызмет алады. Оның 16-сы бейімдеу сатысында. Ал бұл балдырғандарға мұндағы 36 маман қызмет көрсетеді екен. Орталық негізінен жүйке жүйесі ауруларына шалдыққан және сал ауруына шалдыққан балалармен тығыз жұмыс істейді. 14 жылдан бері осында ем қабылдап жүрген баланың анасы перзентімнің жағдайы әлде қайда жақсарды деп ризашылығын білдірді. Бізге көп көмегі тиді. Ол кезде балам 6 жаста болатын. О жерден сөйлей алмайтын, сөйлеуді, адамдармен қарым-қатынасқа жүруді, жетекпен жүреді, жетекпен жүрсе де жүруді үйренді. Қолдары, аяқтарына. Ол жерде массаж алады, ЛФК бар, логопед, дефектолог, психолог жұмыс істейді. Сосын сабақтар оқиды. Содан кейін балалармен, өз қатарлы балалармен қарым-қатынаста болғаннан кейін баламыз ашық болып, сондай адамдармен қарым-қатынас жасау, сондай болып өсіп келе жатыр. Аталған іс-шара балалардың шығармашылық әлеуетін танытып қана қоймай, олардың қоғаммен етене араласуына мүмкіндік берді. Балалардың қолынан шыққан әрбір туынды олардың талпынысы мен еңбегінің жемісі деп білеміз. Ұйымдастырушылар мұндай шаралар алдағы уақытта да жалғасып, ерекше балаларға қолдау көрсетуге және олардың мүмкіндіктерін кеңінен насихаттауға ықпал етеді деп отыр. Айгерім Қожабайқызы, Еркебұлан Болатұлы, Қордай 24 Ньюс.